Перпендикуляр түзүүлөр және перпендикуляр кесінділер тақырыбындағы видео сабағымызды бастайық. Видео сабағымыз әдеттегідей қысқаша теорияға тоқталып кетейік. Бір-бірімен тік бұрыш жасап қиылысатын екі түзу перпендикуляр түзүүлер деп аталады. АБ түзуі мен СД түзуі перпендикуляр түзүүлер мына суреттегі. Түзүүлердің перпендикулярлығын белгілеу үшін менде мынандай мына белгісі пайдаланылады. Жазылуы АБ түзуі СД түзуіне не перпендикуляр. Перпендикуляр сөзі латынның перпендикуляр, яғни қазақша тік бағыт сөзінен алынған. Үш бұрышты сызғышты немесе транспортирді пайдаланып перпендикуляр жүргізуге болады, яғни перпендикуляр түзулер жүргізу. Перпендикуляр түзулердің бойында жатқан кесінділер де өзара не болады? Перпендикуляр болады екен. EF және ELP бұлар EF және LP бұлар бір-біріне перпендикуляр кесінділер. Төртбұрыштың квадраттың бір төбесінен шығатын қабырғалар өзара перпендикуляр, яғни көріңіздер, перпендикуляр кесінділер. Бұл перпендикуляр түзудің бойында жатады. Енді берілген нүктеден түзуге бір ғана перпендикуляр түзуге жүргізуге болады. Яғни мына берілген нүктеден түзуге бір ғана перпендикуляр жүргізуге болады. Нүктеден түзуге түсірілген перпендикуляр нүктені түзумен қосатын ең қысқа кесінді. Берілген нүктеден түзуге дейінгі қашықтық сол нүктеден түзуге жүргізілген перпендикулярдың ұзындығына тең, яғни ол биіктік деп те аталады. Енді ары қарай есеп шығарайық. Есеп шығаруға кірісейік. Қысқаша практикаға, яғни қысқаша алған теорияны практикамен толықтырсақ. АБ түзуіне С нүктесінен СД перпендикуляры түсірілген. EDB бұрышының 120 градусқа тең градустық өлшемі, EDC бұрышының ADE бұрышының градустық өлшемі неше градус дейді. Бізден сұрап тұрғаны, яғни EDC деп отырған бұрышым, мына бұрыш, осы бұрышты сұрап тұр, және ADE бұрышын сұрап тұр. Осы бұрыштардың градустық өлшемін сұрап тұр. Ендеше менде мынау боялғанның іші 120 градус болып тұрса, менде мынау 90 градус. Ендеше не істеймін? Жалпы 120-дан 90-ды алып тастаса, менде мына бұрыш қана қалады. Сонда менде бұрыш CDE-ні табу үшін бұрыш CDE тең не істеймін? Бұрыш EDB бұрышынан алып тастайым бұрыш CDB-ні. Өйткені мынау перпендикуляр болып түсірілген, онда перпендикуляр болып түссе, мына бұрыш 90 градус. Енді менің EDB деп отырғаным 120 градус, алынған 90 градус. Сонда бізде 30 градус қалады екен. Мен мына бұрышым 30 градус болса, онда мына жақта 90 градусты құрайды. 90-нан 30-ды не істеймін? Тағы да алып тастаймын. Сонда мен бұрыш ADE-ні табам. ADE бұрышын, EDC-ні таптық, енді ADE қалды. ADE-ні табу үшін 90 градустан 30 градусты алып тастаймын. Сонда бізде 60 градус қалады. Келесі есеп. 6-да 22-ші суреттегі AB, CD және EF түзулері O нүктесінде қиылысады. AB мен CD перпендикуляр, мынау перпендикуляр. Бұрыш AOE 30 градус. Бұрыш AOE 30 градус дейді. Бұрыш AOE мен тауып алайық, бұл 30 градус дейді. COF бұрышының, мына тұрған COF бұрышының градустық өлшемін табыңдар. Ендеше менде мынау AOE мен FOB бір-біріне не? Перпендикуляр, онда мынау да 30 градус. Кеттік. Вертикаль бұрыштар, яғни бұрыш AOE тең бұрыш FOB. Онда бұл екеуі де 30 градус. Бұлар бір-біріне қандай? Вертикаль бұрыштар. Ал мен мына бұрыш COB-ым
қанша градусты құрайды? Перпендикуляр болғандықтан 90 градусты құрайды. Сондықтан мынадан не 30-ды алсам, мен мына бұрыш COF 30 шығады. Немесе COF. Бұрыш COF тең 90 градустан 30 градусты алып тастаймын. Сонда менде 60 градус шығады. Келесі есеп. Суреттегі КО мен EF бір-біріне не? Перпендикуляр дейді. Перпендикуляр, онда бұлар тік бұрыш. Яғни 90 градус, мыналар да 90 градус. Енді бізге AOE және BOF бұрыштарының градустық өлшемін тап дейді. Мынау қанша? Яғни бұрыш AOE тең жалпы ол AOK 30 градус болса, 30 градусты не істеймін? Алып тастаймын мынаны табу үшін. Яғни 90 градустан 30 градусты алып тастаймын. Сонда бізде қанша? 60 градус шығады екен. Келесі бұрыш BOF. Бұрыш BOF-ті табу үшін онда 90 градустан мына 40 градусты алып тастаймын. Азайтылған 40 градус. Сонда бізде тең 50 градус шығады екен. Келесі есеп. АБ цуы СД цуыне перпендикуляр. FOB 150 градус дейді. FOB 150 градус. Бірақ бізге айтты АБ цуы мен СД цуы не? Перпендикуляр. Онда бұл 90 градус. Мына жақта да 90 градус. Онда да 90 градус. Бұлайда 90 градус. Енді бізге айтады EOB бұрышы дейді. EOB бұрышының, E30 бұрышының градустық өлшемдері неше градус дейді. Так, EOB дейді. Меған мына бұрышты сұрап тұр. Мынау қанша дейді. Және E30 мына бұрыш қанша градус дейді. Енді бұны қалай тапсам болады? Мен мына бұрышпен вертикаль. Ал мен мына бұрышты табалам мына 150 градус арқылы. 150-ге мына белгісіз мына бұрышты қоссам 180 болуға отыр. Ендеше сол бойынша кірсек. Бұрыш EOB-ны тап дейді бізге. Бұл EOB бұрыш AOF-пен. Не? Мына екеуі бір-біріне вертикаль. Және бұлар неге тең? 180-нен мына жалпы мына бұрыш лайнымында жалғаста 180 болады. Ал қазір мына жерге дейін 150 болып тұр. Мына жерге қанша жетпей тұр? 150 болу үшін 180 болу үшін 30 жетпей тұр. Яғни 180-нен не істейсіз? 150 градусты алсаңыз бізде 30 градус екен. Яғни таптық біреуіне. Енді келесі E30. Менің мына жерім 30 градус болса, мынау жалпы 90 градус. Яғни бұрыш E30 тең 90 градустан нені 30 градусты алам, бізде 60 градус шығады екен. Келесі есепке көшейік ендеше. АБ цуы мен СД цуы перпендикуляр дейді. АБ және СД цуы бір-біріне перпендикуляр. АБ және СД цуылар бір-біріне перпендикуляр. Және дейді EF цуы мен КЛ цуылы перпендикуляр. Бұны басқа түспен жасайын. EF және КЛ цуылар перпендикуляр. Лайнын алғанда да перпендикуляр. Әдей жеке түспен жасап атырмын. Осылар перпендикуляр дейді. Және менде мынау 40 градус өшейін қолы ойын бұл. Мұнда белгілік болып қойын. 40 градус. Енді осы арқылы бізге қайсы керек дейді. AOK 40 градус. COF пен COF менде мынау. Және FOB мына бұрыш. Осыларды тап дейді. Енді оны қалай табамыз?
мындай есептейтін болсақ, мынау бізде 40 градус болса, онда мен мына жерден қайсын табам? Маған FOB-ны табу үшін оған вертикаль бұрыш, мына бұрыш. Ал ол мына екеуі бірігіп 90 градусты құрап тұрса, мен оны не істеймін? 90-нан 40-ты алам. Сонда мынау 50 градус. Сонда менде бұрыш FOB тең бұрыш AOE мен. Бұлар бұны табу үшін мен 90 градустан 40 градус не істеймін? Алып тастайым, бізде 50 градус шықты. Біреуін таптым. Және COF керек маған. COF. COF-ті қалай табам? COF дегенім қайда тұр қазір? COF-ім мында тұр, Мынаны табым керек. Бұл бұрыш COF-ті қалай тапсақ болады? Менің мына тұрған бұрышымда қанша градус болады? 50 градус болады. Онда мына бұрышым 40 градус болады. Неге? Өйткені бізде мына не бұрыш? Тік бұрыш. Ал тік бұрыш 90. Ал мен мынаны 50 екен қайдан таптым? Мына бұрыштар арқылы таптым. Бұрыш KOC тең. Бұрыш KOC тең 90 градус алынған AOK. Ол AOK дегенім 40 градус. Сонда бұл 50 градус болды. Енді мен бұрыш FOC-ны осы арқылы табалам. 90-нан осы 50 градусты алып тастайым. Сонда менде 40 градус шығады екен. Келесі есеп. Сағат 12-ден 15 минут кеткенде оның сағаттық тілі мен минуттық тілі неше градус болады дейді. Енді осы есепке кірсек. Сағат 12-ден 15 минут кеткенде дейді. 12-15. Бізде 12-ден асса қайтадан неден басылады? 0-ден басылады. Бұл 0-0-15-пен бірде. Себебі 12-ден бітеді ғой бізде. Сондықтан мұнан. Енді бізде формула естеріңізде болса 60 көбейтілген h минус 11 көбейтілген минут. H деп отырған сағаттық тілі, минуттық тілі. Бөлінген 2 модуль тең не болады? 60 көбейтілген 0 минус 11 көбейтілген 15 бөлінген 2. Так, модульден шығарсақ не болады? 60-ты 0-ге көбейтсек 0 болады. Енді 11-ді 15-ге көбейтсек 11-ді 15-ге көбейтсек, так, 15, 10, 150, 165, минус 165 бөлінген 2. Бұдан бізден 82,5 градус шығады. Енді бізде мынандай градус, мынандай жоқ 82,5 ағай мынау қайда? Бізде енді қараңыз, 1 градуста мынандай нәрсе бар. Мынау не? Төбесінде бір сызық тұр, ол не? Біздің 1 градуста мынандай 60 градусты өлшеген кезде мынандай нәрсе бар, минут. Мынандай 1 минутта 60 секунд бар. Мынау градустың өлшем бірліктері ретінде айтылып отыр. Сонда менің 1 градусымда 60 минут болса, менде мынау 0,5 қазір 82-ден бөлеге оқитын болсақ, мынау 0,5 градус. 0,5 градуста табу үшін бұны не істеймін? 60 минутқа көбейтемін. Сонда бізде 30 минут шығады. Сонда 82 градус 30 минут. Міне тұр, келесі есепке көшейін ендеше. Қалғаны сіздерге. CD мен EF перпендикуляр дейді. CD және EF бір-біріне не? Перпендикуляр. AOB тік бұрыш дейді. AOB тік бұрыш. Мынау да бізде тік бұрыш. Енді AOF деп отырғаным қанша? 125 градус дейді. 125 градус. AOE деп отырғаным және мынаны тап дейді. Және FOB. Мына бұрыш
қанша градус екенін тап дейді. Енді бұларды қалай табамыз? Енді нені табуға болады? Бұл жерден мынау 125 градус болса, мен мына бұрышым жазыңқы бұрышты құрайды. Егер мына бұрыш қосылса, мына 125-ке, мынау қосылса 180, яғни жазыңқы бұрышты құрайды. Яғни менің берілген бұрыш AOF ма? AOF қосылған бұрыш AOE тең бұрыш қандай? FOE, яғни 180 градус. Мен енді AOF-ым 125 градус, қосылған AOE белгісіз X. FOE-міз 180 градус. Өш жерден бұрыш AOE, яғни X деп отырғанымды табуыма болады. 180-нен 125-ті алып тастаймын. Сонда бізде 55 градус шығады екен. Келесі табатын нәрсе, мына жерім менің 55 болды, ал бұл бізде 90 градус екені берілді. Онда мен мына жерім қаншады? Бұрыш EOB-ны тауып алуыма болады. 90 градустан не істеймін? 55 градусты алып тастаймын. Сонда бізде 35 градус қалады. Енді қараңыз, бізге мына сұрап тұрған бұрышқа 35-ті қоссақ 180 шығайын деп тұр. Онда менің сұрап тұрған бұрышым FOB бұрышы 180 градустан 35 градусты алып тастағанға тең. Сонда бізде не шығады? 145 градус шығады. Келесі есептерге көшейік. Енді бұл қайталап айтам, барлық есепті шығарып тастасам да, келесі екінші, үшінші рет көрген кезде өзіңіз бірінші паузаны басып қойып, өзіңіз шығарып, одан кейін тексерсеңіз, ұсыныс ретінде сізге әлдеқайда пайдалы болады. АБ түзуіне Е нүктесінен ОЕ перпендикуляры түсірілген. СО-ды 110 градус, СОЕ 50 градус. АОЦ бұрышының БО-ды бұрышының градустық өлшемдерін табыңдар дейді. Ал кеттік. ДСО-ды 110, бізден сұрап тұрғаны АОЦ. Мынау қанша дейді. Және сұрап тұрғаны БО-ды дейді. Мына бұрыш қанша градус дейді. Сонымен бұларды қалай табамыз? Енді мұнау перпендикуляр деді. Перпендикуляр 90 градус құрайтын білеміз. Ендеше мен арғарай таба берсем бола ма? Бұрыш АОЦ-ны табаламын. Мына жерден АОЦ-ны табалам. 50 градусты алып тастаймын. 90-нан, 90 градус алынған 50 градус. Сонда бізде тең 40 градус. Келесі, мына жерде 110 градус дейді. Бұлай жалпы 110 градус. Маған мына жер ғана керек болса, мынаның іші керек болса, 110-нан 50-ді не істеймін? Алып тастаймын. Бірінші бұрыш ЕО-ды тең 110 градус алынған 50 градус. Сонда бізде шығады 60 градус. Енді мен табалам бұрыш ДОБ-ны. Бұрыш ДОБ мен мына екі бұрыш қосылып, 90 градусты құрап тұрса, онда мен 90 градустан 60 градус не істеймін? Алып тастаймын. Сонда бізде 30 градус шығады екен. Осыдан кейін есеп бар ма? Бар екен, біреу. Саяхатшылар межелеген пунктке бару үшін 3 күн жол жүрді. Олар бірінші күні жүруге тиісті қашықтықтың 30%-нен 20 км кем. Ал екінші күні қалған қашықтықтың 60%-нен 10 км кем. 10 км кем жүрді. Үшінші күні қалған 130 км қашықтықта жүрді. Саяхатшылардың межелеген пункті неше километр қашықтықта болды? Саяхатшылар бірінші күні неше километр қашықтықта жүрді?
Енді барлығын табамыз және бірінші күнгісін табамыз, Бұндай есептерді кері қарай есептейміз. Сонымен кері есептейтін болсақ, бізге үшінші күні қанша жол жүрді дейді? Қалған 130 км жолды жүрді дейді. Енді қараңыз, екінші күнге өтейік. Бұл екінші күннен қалғаны 130. Бірақ қараңыз, 10 км кем, 60%-нен 10 км кем дейді. Қараңыз, 30 км кем. Бұны қалай істеймін? 130-дан не істеймін? 10-ды алып тастаймын. Сонда бізде 120 км. Бұл 120 км дегеніміз қанша проценті? Бұл 40%. Ал мен бұған дейінгісін 100%-ін табуым керек екінші күнге. Бірінші күннен қалған. Ол үшін 0,40% дегеніміз, ол 0,14, яғни 40%-ті бөлшекке айналдырсақ, ол 100-ден 40 нөлдарын қысқаратта, бұл 0,14. Ал бізде 100%-ін табу үшін осыған 0,14-ке бөлеміз. Сол кезде бізде қанша? 300 шығады екен. Бұл бірінші күннен қалғаны, бірінші күннен қалай қалған? 20 км кем, яғни 300-ден не істеймін? 20-ны алып тастаймын. Сонда бізде 280 км. Бұл қанша процент? 70. Яғни 280-ді 40% сияқты 70%-ді де айналдырам. Сол кезде 0,17. Яғни 0,17-ге бөлсем, бізде қанша? 400 км. Яғни бізде барлығы 400 км болған екен. Енді бізден сұрап тұр, бірінші күні неше километр жүрді? Яғни бірінші күні жүруге тиісті қашықтықтың 30%-нен, яғни 400-дің 30%-нен 20 км кем, яғни 30%-ін табам. Осыдан 20 км кем, яғни осының несін тауып 20-ны азайтам. Сонда 400-бен қысқарады. 4-ті 30-ға көбейтсем 120, 120-дан 20-ны алсам 100 км. Яғни бұл бірінші күні 100 км жол жүрген екен. Осымен видео сабақ аяқталды. Сіздерге мына есеп енді өздеріңізге қалсын. Қалың бір бөлшектер, амалдарды орындалу ретін сақтап шығарсаңыздар шығатын есеп. Көрсете кетейін, сонда да амалдарын орындалу ретін. Амалдардың орындалу реті қалай болады? Бірінші мына азайту, екінші бөлшек сызығы, мындан бөлшек шығады, оны 7-ге бөлесі, екінші амал, үшінші амал, төртінші амал кетеді, мында 5-ші амал, мында 6-ші амал, бөлу 7-ші амал, мынау 8-ші амал, мынау 9-ші амал, мынау 10, мында 11-ші амал. Жеке-жеке шығарсаңыздар, осылай шығу керек. Енді кейбір, мұнан ішінде кейбір өте оңай, бір сұрақ ретінде ғана берілген есептерді сіздерді қалдырып кеттім. Тек бір өзімнің практикамда қиналған оқушылардың есебіне қарап сіздерді қиналатын шығар деген оймен тек қиын есептерге ғана тоқталдым бұл тақырыптарда. Рахмет.